санды. Са, ши, хо, хи, хи, ялх, бар, ис, ит. 10-ға дейін ар жағын ұмытып қаптым. Аты жөніңіз кім сіздің? Жоқ, айтпаймын, оны айтасыз. Жарайды, аты жөніңізді айтпай қойыңыз. Ауылда неге жастар аз? Немене олар қандай жұмыс істейді? Файза Иманғалиқызы Балабаева. Бала шағам бар, немерелерім бар. 7-8 жетім баланы асырағанмын. Осында келгенде Осакаровский ауданынан келдік. Енді ауылда қысты күні мынау әлгі жаңағы Ахмет Қали деген бар, тағы да бір фермерлар бар, Ғабиден деген жігіт бар. Жылда осы қарды аршиды қысты күні борандарда. Енді осы жолдың проблемасы өзі әуелден жолы көлденең, әрі осындай салақсықтың жаңағы компартияның қырсығынан өзі сол жол көтерілмей қалған, ол жерге батып кеткен деген сияқты. Барлығы проблема сол жолдың есінде тұр, жағдайдың бәрі. Енді рахмет осы ауылдың жігіттеріне, қысы жазы сол бульдозерменен бір жылдары мен өзім аршып шықтым. Трактор болмай қалды да, бір жалғыз жаман тракторым бар еді, өзімен жасты. Сондайлар бар. Судан кішкене таршылық көрдік бір 20 жылдай ма немене. Енді Құдайдың берген арқасында міне қазір су да бар. Енді Алланың әміріне ешкімнің құдіреті жетпейді. Алла жеткісі міне жаңбыр да азайып тұр. Енді сол жағдайлар кішкене. Ауыл деген жаман емес. Мұның жері деген май. Қайдан болсын шөп шығады, қайдан болсын егін шығады. Енді алып тарылтып атыр. Қарағанды жарық келді дейтін. Жағына тағы бір фермерлар келіп, солар бәрі жер тарылып бар жатыр. Жаңа ауылдың жанында мынандай бітті жақын егіндер бар. Сөбіреулерді кішкене реттесе, сол енді кішкене мына халыққа мал жаятын жер аз болып барады. Халықтың малы өсті. Бір Айбек деген мал маманы бар. Монғолиядан келген ағайын еді. О кісіні енді алақанға салуға, премия беруге, елге жариялауға, оның еңбегі деген жете батыр. Өйткені қазір мал бағатын кісі жоқ, ешкім бармайды, атқа мінбейді. Одан кейін жастар тіл ала қоймайды. Бәлен түгендеп. Ал Айбектің еңбегі баға жетпейді оған. Мал маманы деуге болады о кісіні. Аса оқыған ештеңесі жоқ, тілі бәрі жақсы, майда. 1000 теңгеден сиыр басы, қойды сол 5-6 теңгеден алады, 5-600-ден. Жақсы. Ауылдың құты да, игілігі де сол Айбектің қолында тұр деуге болады. Егер ол бақпаса мен бағам ба, Тұрымтай бағам ба деген сияқты шалдардың қолынан боқ келмейді. Жасымыз болса міне 73-ке келді. Алла ендігісін тек осы жастарменен бір жақсы, ұзақ игілігін көрсетіп, егеменді елдің мұратына жеткізе берсе, біз риза боламыз. Мен ауылдың тұрғынмын. Менің атым жөнім Сұлтанбек Тұрымтай Рахымжанов. Ағора ауылдан туып өскен жерім. Міне өмір бақи ешқайда кетпей, осы жерде өндіріс жасап жатырмыз. Егін егіп, шөп шауып, мал ұстап, продукция беріп үкіметке, халыққа. Енді бәлен жыл тұрып келеміз. Жағдайымыз өте қиын. Бірінші мынау жол. Жолды уже бәлен жыл болды. Жөндейміз деген, мінекей сметті дайындаймыз, жаңа жылдан кейін бастаймыз. Былтыр обещать етті, бір жыл тостық, ушу болып қалдық. Енді майда бастаймыз деген, міне әлі жаздың ортасы болды. Бір дыбыс жоқ, естейіп, қалай қоятын нетіп жатырмыз. Екінші мәселе қазір халық бала шаға болсын, кім болсын, қазір уже современный медіс, современный неге кірісті. Интернет керек, сотка. Онсыз біздің ауылда ешкім тұрғысы келмейді. Молодежь бәрі кетіп жатыр. Қазір мінекей жұмыскер жоқ. Егін салайын десе комбайнер жоқ, трактор жоқ. Өзім міне 74-тегі шал бар иттап жатырмын. Ұлым Касым сотта отырады, глава крестьянских хозяйств.
істейсің. Егінді көбейткен орда біз сокращать етіп жатырмыз. Жұмыскер жоқ. Малымызды 2 есе азайттық. Міне, продукция қымбаттап жатыр. Сонда үкімет қалай мәселе продукцияны шешем деп ойлайды. Ауыл шаруашылығын жаңадан новый реформа жасап, новый программа жасап, халықты заинтересовать надо, жай жұмыскерді, не только такой фирма, магнаттарды ғана көріп бұрыннан сөйтті ғой, мынау миллиардерді ғана поддержать етіп, субсидия, техника, солар алып, олар кішкене сөйтті, маңызды жерлерді сөйтті, қалтасына ақша салып кетеді. Ал енді сүт қайдан келеді, ет қайдан келеді? Әлгі не дейді ғой, мал шаруашылығы крупный хозяйство фирмалар көп мыңдатып ұстайды, бірақ ол үкіметті, халықты обеспечить ете алмайды. Ерте заманнан бері 70% жай ауылдың тұрғындары мал ұстап подсобный хозяйство, сүтті, етті бәрін беретін. Картошка, тағы жеміс өздерімен өзі болып, қазір мынау не деген сұмдық? Жас болсын, үлкен болсын, кәрі болсын, бәрі ауылды ұстап безіп, мынау ауданға, қалаға жақын, жан-жаққа кетіп жатыр. Школ жаула на грани закрыть. Уже міне 11 болған, биыл 9. Енді ожидаем еще, вот тағы бір 2 многодетный семья кетті. Вот тағы ожидается. Сонда не болады? Файза Иманғалиқызы Балабаева. Бала шағам бар, немерелерім бар. 7-8 жетім баланы асырағанмын. Осында келгенде Осакаровский ауданынан келдік. Жолдасым осы ауылдың тумасы. Бір кезде өткен ғасырда Сәкен Сайфуллин осы Балабайлардың ана жерде Сарадыр деген несінде, қыстауында келіп тығылған. Ақтан, қызылдан, құда бала болып. Жезделері осында, күйеу балалары нағашысы болған, Ильяс деген. Сол текті жер, ауылдың, былай айтқанда ауыл, құт жер. Халықтар бәрі бай қуатты. Бірақ сол бай қуаттылықты ма, жоқ, осы өмірдің ағыны ма, көбі көшіп кетті. Үйлерін бұзып тастап, қалада қоныстанды, балаларын оқытты. Бірақ ауылдан кісі кетсе, ол құт жүт қой. Ауылға кісі келсе, құт. Сондықтан ауылымыз жылдан жылға нашарлап барады. Енді мінеки мектебімізді жабылады деп бала жоқ, кісілер көшкесін. Енді мынандай ауылға мектепті жабуға болмайды. Ерте кеш ауыл алтын бесігіміз. Ауылға келеді. Мінеки азық түлік проблемасы шешілмей жатыр бүкіл әлемде. Бір Россия мен Украинаның мінеки қақтығысы әлемді бәрін қинап жатыр. Ал енді мынау трижды миллионер совхоздың мынандай құт жерді тастап, жұмақты дозақ қылғанымыз, ол Алланың алдында үлкен күнә ғой деймін. Ешқандай басшыны мен кінәламаймын. Өзіміздің біз елімізді, жерімізді сыйлайтын бұрынғы ұлттық қасиеттерімізді жоғалтып жатырмыз. Сондықтан неге іше алмай, жей алмай отырып, қорасы малға толып тұр? Сондай жанұялар қалаға неге көшті, үйлерін аңыратып тастап? Бәрібір ерте кеш ауылға келесіздер деген 30 жыл бұрын Ана тілі газетінде жазған. Әй қазағым, ауылды бұзып тастамаңдар. Келесіңдер ерте кеш ауылға. Сынық кірпіш таба алмайсыңдар. Қисық шеге таба алмайсыңдар. Қазір сол
күнге келдік. 30 жыл бұрын жазған ана тілінде. Мен айтқанда кісілер күлген. Қалада жұмыс бар, қалада үй аламыз, қала жақсы, балаларымызды оқытамыз деп. Иә, қала жақсы, балалар оқысын. Бірақ ауыл алтын бесігіміз. Ауылды осылай аңыратып тастаған. Біз үлкен күнәға баттық. Алланың алдында өзіміздің ар-ұжданымызды, ертең балаларыңа не дейсіңдер? Қай ауылдан біз келдік? Ауылымды бір барып, топырағына аунайым деген бір аңсаған кез келгенде, сендер не дейсіңдер? Үлкен күнә бұл. Ешқандай басшыны күнәлауға болмайды. 3 баллон, 10 баллон, телешкіз бос орын болса, ала келем. Далада жатқан баллондарды. Жоқ, шиномонтажкада өздері салып береді. Туғанады ала кетті. Мусорға нанимайды да шығару керек. Біз өзіміз салып алып кетеміз. Забор. Енді анау қалада загон жасаймыз сондайын. Жылқыға. Неше жыл жинадыңыз жаңағы баллондарды? 5 жылдай ғой. Жинағанда мен әдейі жинаған жоқпын. Бір тасыған жоқ. Анау прицепте орын бос болса, сала салам. Қалаға барғанда алып келем. Ептеп, әуелі кішкентай загон. Енді мынау маршрутты мына жақтан бастадық. Уже үлкейтеміз. Жақсы. Аты жөніңіз кім сіздің? Жоқ, айтпаймын. Жарайды, аты жөніңізді айтпай қойыңыз. Ауылда неге жастар аз? Немене олар қандай жұмыс істейді? Трактористқа барғысы келмейді, сварщик болғысы келмейді. Оны оқу керек сварщиктар. Сварщикқа вообще никто не хочет. Сол сваркадан бәрі қашып жатыр. Одни старики только сварщики. Болды. Ауылда жобамен неше үй бар? Айта алмаймын, білмеймін. Қашаннан бері тұрасыз осы ауылда? 87-тен. 87-тен, е? Ауылда мектеп жабылайын деп жатыр дейді, тағы басқа проблемалар. Жалпы қандай проблема бар? Ол жағына маған не касается. Енді бала жоқ. Су, свет деген нәрселер бар ма? Жоқ, су нормально. Свет постоянно. Жол ше? Жол жағын менің машина жоқ, оны айта алмаймын.